Қайырлы күн достар, баршаңызға бүгін үгітілмелі печеньенің бір ғана жұмыртқа қосып жасалатын рецептісімен бөлісетін боламын. Ауызға салса еритін өте дәмді болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып, салып, үстінен қантымызды қосып, оның үстінен сұйық майымызды құйып, барлығын бірге жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Қант ерігенге дейін араластырамыз, немесе миксермен араластырсаңыздар да болады. Келесі кезекте құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Ол үшін алдын ала електен өткізілген ұнға үстінен қопсытқышымызды қосып, оның үстінен ванилинді салып араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды аз-аздан сала отырып, массамызға алдымен лопатканың көмегімен, кейін қолымыздың көмегімен араластыра отырып қамыр илейтін боламыз. Достар, егер видео рецепттер ұнап жатса, менің каналыма қолдау білдіріп кетсеңіздер болады. Ол үшін менің каналыма тіркеліп қойсаңыздар болады, және комментарий қалдырсаңыздар болады. Менің каналымда тағы да басқа тағамдардың, тәттілердің рецепттері бар, соларға қарап жасасаңыздар болады. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Енді қамырымызды алып, өзіңіз қалаған бөліктерге бөліп аласыздар. Мен барлығын таразының көмегімен 30-31 граммнан өлшеп бөліп алдым. Дөңгелектеп формаға келтірдім. Ал сіз өзіңіз қалаған формаға келтіріп пісірсеңіздер болады. Барлығын бірдей формаға келтіріп алғаннан соң, қамырымызды жаңағы қантқа аунатып, пергаменттің үстіне қойып шығамыз бір-бірден. Осы үгітілмелі печеньенің құрамын описанияда төменде қалдыратын боламын. Дәл осы рецептті 2 еселеп жасасаңыздар, сәл көбірек печенье шығатын болады. Мінекей, барлық печеньемізді дайындап алғаннан кейін арасын аз-аздан алшақтау қылып, барлығын қойып шықтық. Үстінен шанышқының көмегімен осылай аздап басып шықсақ болады формаға келтіріп. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей, печеньелерімізді пісіріп алдық, өте дәмді болып шығады, әрі оп-оңай, көп уақытты қажет етпейді. Үйдегі бар қолжетімді заттардан жасалынады. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған сымбат.